Мынау қазы майы бар, борс майына ұқсаған. Бұның бірақ артықшылығы мынау күйік болады ғой, адам күйіп қалады, сол күйіктен кейінгі жараларға жаққан кезде өте жақсы көмектеседі. Ол бірінші. Екінші, мына өкпесі тырсылдап ауырады, борс майында да сондай бронх астма дейді. Мына жақтарға жасаңыздар өте жақсы көмектеседі, жаңағы астма жағдайында, бронх жағдайында. Одан кейін мына жерде бәрі жазылып тұр негізінде ше, бұны қолдану сыртқа жағуға арналған. Аяқ қолым мұздайды, болмаса жаңағыдай не дейді өзі, буындарым сырқырайды деген. Әсіресе буындар сырқырағанға жақсы кетеді. Өзі үш негізгі емді қасиеті бар. Буындар сырқырағанда, мынау өкпе сырқырағанда бронх астма дейді. Және үшінші ең негізгісі мынау күйік шалғанда. Күйік шалған кезде осыны жағатын болса, жақсы көмектеседі. Осымен емдесеңіздер болады. Болмаса борстың майы бар. Қойдың майы бар, бірақ қойдың майы мынау ішіндегі күйіктен кейінгі жағуға келмейді. Қазы майы жақсы көмектеседі ондай жағдайда. Одан бөлікте емдер көп. Мына простатитке алтын қолымыз бар. Мынау ауыртпайтын тұр ғой, енді осыны шәріпке салып береміз. Мынау құрт шөп бар, кордисепс дейді. Құрт тамыры, асқазан, қан сұйылту, сахар давление деген сияқты. Жалпы емнің түрлері көп. Қаулы емді Нұрқаділ деп ютубқа жазсаңыздар, алтын қолыңыз Нұрқаділ деп мен видеоларым шығады, сол жерден көрсеңіздер болады. Емделу үшін алтын қолыңыз алып, басқа да өнімдер алып деген сияқты. 877 257 1419 WhatsAppқа жазыңыздар.